Саламатсыздар ма? Мынау менің қызымның ободоктары. Мына ободок осы сияқты қарапайым дүкеннен сатып алған ободок болатын. Оны мен мынадай қылып әдемілеп өріп бердім. Бұны менің қызымның қолданып жүргеніне, уже тағып жүргеніне бірнеше ай өтті. Әлі ешқандай жері жібі тарқалған жоқ. Енді сіздерге мына ободокты осындай қылып әдемілеуді көрсетемін. Мына ободок менде осылай жиырылып тұрған болатын. Мен оны былай тегістеп, екі ұшын осылай шығардым. Және ұшын мен қырықпаймын. Бұл жерде маған мынадай креммен жабыстырып қоямын. Ұшы ішінде тұра бергені дұрыс. Екінші жағында осылай жасаймыз. Егер сіздің ободогыңыз мынадай қапталмаған болса, онда мына екі шетін кішкене бір 2-3 сантиметрдей қылып жіңішке лентамен орап, оны жаңағыдай ыстық креммен бекітіп қаптап алсаңыз болады. Бұл ободокты әдемілеу үшін бізге мынадай жіп керек, қайшы керек. Егер сізде жаңағыдай полиэфирный шнур болса, онда оның жиегін от жағып кішкене күйдіріп қойыңыз. Себебі сетінеп кетеді полиэфирный шнур. Мен бұрынғы шнурға қарағанда сәл жуанын алдым, тезірек тоқу үшін және сіздерге көрнекі болу үшін. Мынау менде 3 мм, мынау 4,5-5 мм. Мына жіптің 2-3 метр ұшын осылайынан босатып алдым. Енді бұл жіптің ұшы менде өте ұзын болғандықтан мынадай қағазға орап алуым керек. Қаттырақ тартып, тығыздау қылып босап кетпейтіндей ораймыз. Орадым, менде біраз мына жерде бос қалды ортасы. Енді мына жіп осылайынан келді. Былайынан петля жасап, бұны осылай фиксировать етіп, яғни бекітіп, шығып кетпейтіндей бекітіп қойсам болады. Енді мынау жіптің ұшы, мынау негізгі жіп деп алайық. Енді макрамемізді бастаймыз. Ободоктың бір ұшына бірінші байламды жасаймыз. Екі жіптің ортасын аламыз да, осылайынан бірлет байлаймыз мына жер артын. Кәдімгі қарапайым бірлет байлау. Бірақ бұл ободоктың ішкі бетінде қалу керек. Міне ішкі бетінен байланып тұр. Қаттырақ тартамыз. Енді бізде мынадай екі жағында сызықтар бар. Ол біресе сол жағында, біресе оң жағында осылайынан кезек-кезек орналасқан. Енді бізде қай жақтан болады ол? Мына қарап тұрсаңыз, біреуі төмен, біреуі жоғары тұр. Осы жоғары тұрған жағында былайынан сызық болу керек қазір. Ол үшін біз мына төмен тұрған жағынан осындай доға жасаймыз. Доғаны кеңдеу қылып жасаймыз. Ішінен мынау келесі клубогымыз сиятындай. Кеңдеу жасаймыз да, бұл доғаны мына ободоктың үстіне қоямыз. Үстіне қойдық. Енді мынау қарсы бетіндегі жіпті, осы мынау жіп тұр ғой, ободоктың үстіне қойған жіпіміз, осының үстінен, мына жіптің үстінен, бірақ ободоктың астынан өткіземіз де. Енді мына доғаның іші арқылы бұл ар жағынан бері қарай өту керек. Осылайынан өтті. Енді екі жақтағы жіпті осылай тартамыз. Міне тарттық. Біздің бірінші сол жақтағы сызығымыз пайда болды. Ендігі сызық бізде оң жақта болу керек. Ол үшін оның қарама-қарсы жағында, немесе мынадай сызықтан шығып тұрған жіп жағын, соңғы сызықтан шығып тұрған жіп жағын осылайынан доға жасап, ободоктың бетіне қоямыз жіпті. Бізде қайтадан мына жіп қолда, бұны мына жіптің үстінен, ободоктың астынан және мына доғаның арғы жағынан бері қарай ішінен өткіземіз. Екі жіптің ұшын тартамыз. Бізде екінші доғамыз пайда болды.
енді келесі сызық сол жақтан болу керек. Ол үшін осы сызықтың астынан өтіп тұрған жіпті немесе негізгі жібімізді тағы да былайдан доға жасап үстіне қоямыз. Ал мына жақтан сызық пайда болу керек жағын осы жіптің үстінен өткіземіз, ободоктың астынан өткіземіз. Мына доғаның ар жағынан бері қарай іші арқылы өткіземіз. Екі жіпті тартамыз. Осылай кезектесіп әрі қарай жасай береміз. Сіздерде мынадай жібіңіз плоский болса, мына жерден осылайдан айналдырып, яғни бір тегіс қылып осылай айналдырып отырыңыз. Сол кезде өте әдемі шығады. Міне мына жерде бізде мына жерде бүйтіп жіп айналып кетті. Осыны осылайынан айналдырып отырыңыз. Түзетіп отырыңыз, яғни. Былай жасасаңыз болады, міне осылай. Енді былай қоясыз да. Осы жерден былай шығарып аласыз. Енді мына жерде қарап тұрсаңыз, айналып кеткен жіп дұрыс бағытта келтіріп барып тартасыз. Ободогымыздың соңына жеттік. Енді кішкене қалды. Осылайынан ұстап тұрамыз. Бастысы мына жіптің мынау астында тұр. Мынаны ішінен шығарамыз. Тартпас бұрын барлығын келтіріп аламыз. Тарттық. Тағы да бір рет жасайық. Тағы біреу сыйса, тағы біреу жасап көрейік. Соңына келдім. Менің жібімнің ұшы біраз артық қалды. Сәл ұзындау қырып тастайын. Екі ұшын да қырып тастадық. Тек қана полиэфирный шнурды ғана күйдіреміз. Енді мынаның ұшын астына қарай жасырамыз.
тағы да мынаны қырқамыз. Осылай ыстық күйінде жапсырсақ жабысып қалады. Осымен ободогымыз аяқталды. Міне осындай әдемі макраме ободок шықты. Мынау ішкі беті. Ішкі беті дәл осындай узор. Бізбен болғаныңызға рахмет.